Skibidi. 180 gram un, 2 жұмыртқа, 10 gram ванильді қант, шым-шым тұз, 20 gram какао, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық шемешкі май, 200 gram қайнаған ыссы су керек, 300 gram сүт керек. Какаоны араластырамыз. Екі ас қасық қант салам, 10 gram ванильді қант, шым-шым тұз, 2 жұмыртқа. Енді осыларды жақсылап араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Какао мен ұнның қоспасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 20 мл қайнаған суымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Комоқтарын жазуға тырысамыз. Енді сүземіз сетімен. 2 ас қасық өсімдік майын құйып араластырамыз. Енді бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Осылай орташа отта блинчигімізді пісіріп аламыз. Осылай ретпен барлық блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Енді блинчиктеріміздің жан-жағын қиямыз. Deyip alamız. Ne kısa aldık. Ağlağın şitlerini kıyıp aldık. Açın kısmın kremi için grek yoğurtu, petmol, persik, vanilді қант және желатин және де вишня қайнаған суға салып жібітіп аламыз. Персиктің сиробына желатин салам. Жақсылап араластырамыз. 200 грамм персикті турап аламыз. Grek йогуртын салып алам. Қант ұнтағын қосам. 150 грамм қосамыз, немесе өз қалауларыңызша қосасыздар қант ұнтағын. Ванильді қант 10 грамм. Енді барлығын жақсылап араластырамын. 200 мл сливкимді құям. 50 грамм қант ұнтағын салам. Енді сливки мен йогуртты жақсылап араластырамыз. Желатинді суға ертіп аламыз. Желатинді ертіп алдым. Аздап кремімізді салып, желатинімізге
1-2 қасық кремімізге құямыз. Блендермен араластырып аламыз. Бірінші слойын салдық. Кремімізді жағамыз. Екіншісін жаламыз. Üstüp alıp, tüymüşüktеп alıp, tortumuzga salamız. Endi kremin kıyamız. Endi jabam. Kremin jayın. Төрт-бес сағатқа қатыруға қоямыз салқын жерге. Қара шоколадты микротолқынды пешке ертіп аламыз. Енді мында құямыз. Енді бетіне вишнямызды саламыз. Осындай өте дәмді.
Өте жеңіл торт. Өте дәмді. Балаларға ұнайды. Міндетті түрде ұнайды.